Талут ибн Абдужаббар. Белгілі ғалым Имам Az-Zahabi өзінің Сайру А'ламун Нубала атты өзінің кітабында мына оқиғаны былай баяндап береді. Күндердің күнінде Ибн Хишам ибн Дахил Абдурахман деген патша билікке келген уақытта ол күнәлі істерге әуес болып, халықты адастыра бастайды. Патшаның мұндай әрекетін көрген жергілікті дін ғалымдары оны тоқтатуға әрекет жасап, тәубесіне келуге үгіттейтін. Алайда патша дегеннен қайтпай, керісінше ақиқатты айтып келген барлық ғалымдарды өлтіруге бұйрық береді. Өз өмірлеріне қауіп төнгендіктен ғалымдар қаладан жан-жаққа қаша бастайды. Олардың ішінде белгілі фиқ ғалымы Талут ибн Абдужаббар бар еді. Талут ибн Абдужаббар белгілі ғалым Имам Маликтің шәкірті болатын. Ол патшаның қаһарынан қашып, қаланың сыртында өзінің танысы иудей жігіттің үйіне жасырынады. 1 жыл бойы сонда болады. Иудей жігіт осы аралықта оған жақсы қарап, барынша қонақжайлық танытады. Содан 1 жыл өткеннен кейін Талут ибн Абдужаббар әлгі иудей жігітке келіп: "Мен ертең жолға шығайын, патшаның ашуы тараған болар. Абу Бассам деген кісінің алдына барып, патшадан мен үшін жарылқау сұрауын өтінемін. Абу Бассам менің бұл өтінішімді жерге тастамас. Себебі мен оған кезінде Құраннан дәріс берген болатынмын. Ол менің алдымда біраз уақыт діни білімін шыңдаған. Оның үстіне ол патшаға да жақын адам" дейді. Иудей жігіт Талут ибн Жаббарға бірдеңе болып қалады ма деп алаңдап, ешқайда бармауын өтінгенімен, Талут жолға шығуға қамданады. Сонымен Талут ибн Абдужаббар түндетіп Абу Бассамның үйіне келеді. Абу Бассам болса оның осы уақытқа дейін қайда болғанын сұрап, алаңдаған сыңай танытады. Талут болса Бассамға басынан өткенін айтып береді. Бұған қоса оған патшаға барып араша түсуді өтінеді. Абу Бассам келісіп, таңертең патшаның алдына барып былай дейді: "Құрметті патшам, мен Талут ибн Жаббар деген мұнафықтардың, яғни 200-лердің көсемін ұстап алдым. Қаласаңыз алдыңызға дереу алдыртамын." Патша болса тез алдырып келуге бұйрық береді. Абу Бассам болса дереу Талут ибн Абу Жаббарды Ибн Хишам патшаның алдына алып келеді. Патшаның түрінен қатты ажудың әсері байқалғандай еді. Патша бірден сұрақ астына алады: "Сен кезінде маған қарсы шыққандардың бірісің. Осы уақытқа дейін қайда жасырынып жүрдің? Мен негізі сіздің жүргізген билігіңізге емес, қара халықты күнәлі істерге итермелегеніңізге қарсы шығып, ақиқатты айтуға әрекет жасадым. Себебі сіз жаратқан Жаббардың тыйған шекарасынан аттаған болатынсыз. Бар болғаны сол ғана" дейді. Мұны естіген патша ашуын тез жиып: "Жарайды, ендеше жөніңмен кете беруге болады. Мен саған ешқандай зиян тигізбеймін. Алайда сен маған мынаны жауап берші. Абу Бассамды қайдан танисың? Оның маған жақын екенін бұрын соңды білетін бе едің?" дейді. Талут болса кезінде Абу Бассамға ұзақ уақыт діни дәріс беріп, білімін шыңдауға көмек бергенін айтады. Сонда патша сұрағын жалғастырып: "Сен сонда осы аралыққа дейін қайда болдың?" дейді. Талут болса басынан өткенді тізіп, иудей жігіттің қонақжайлығын айтады. Мұны естіп, мән-жайды білген Ибн Хишам патша: "Ей Абу Бассам, бұл кісі саған кезінде діни дәріс беріпті, біліміңді шыңдапты. Бұған қоса, оның бойындағы білім мен көркем мінезін құрметтеп, иудей жігіт оны 1 жыл бойы үйінде қонақ ретінде құрмет көрсетіпті. Ал сен болсаң осындай жақсы адам алдыңа келгенде, оны маған 200-лердің көсемі деп жала жауып отырсың. Мен 200-лікті одан емес сенен көріп тұрмын. Ендеше кет көзіме көрінбей. Бұдан былай сені көрмейтін болайын" деп Абу Бассамды сарайдан қуып шығады. Сол уақыттан бастап патша Абу Бассамның барлық мүлкін тәркілеп алып қояды. Ол болса бір сәтте қаладағы ең кедей кепшікке айналады. Содан кейін патша әлгі иудей жігіт құзырына шақырып, оған барынша құрмет көрсетеді. Мұсылмандардан мұндай жылы қарым-қатынасты көрген иудей көп ұзамай исламды қабылдап мұсылман болады. Ал Талут ибн Абу-Джаббар болса сол күннен бастап өмірден өткенше патшаның ең сенімді әрі жақын адамына айналады. Талут дүние салғаннан кейін патшаның өзі жаназаға қатысып, одан кейін де халықтың арасында біраз жылдар бойы ол туралы жақсы сөздер айтылған екен. Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз.
Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар.